Ішкі құлақ екі бөліктен тұрады: сүйекті және жарғақты. Сүйекті өз кезеңінде үшке бөлінеді: каналис семициркулярис оссия, сүйекті жартылай дөңгелекті өзектер; кохлея, ұлулы дене; вестибулум, креберс. Ұлу 2,5 оралым жасайтын иірімді сүйекті өзектен, каналис спирали кохлеядан құралады. Айналасында ұлу жолдары орналасқан сүйекті білік мадиолис және сүйекті табақша ламина спирали оссия орналасады. Өзектің ішкі көрінісінде ламина спирали екі бөлімшеге: креберс сатысы скаля вестибуля және дабылды саты скаля тимпаниға бөледі. Осы екі бөліктің ішінде перилимфа болады. Басқа анатомиялық құрылымдарына ұлу түтігі дуктус кохлеарис, спиральды ганглия ганглион спирали, базилярды бөлік парис базилярис, креберс бөлік парис вестибулярис, тамырлы бөлік парис васкулеза, жабын мембрана мембрана тектория, дөңгелектенген аймақты кортев мүше деп те атайды. Креберс сопақша терезе финистра овали, ұлулы терезе финистра кохлеядан, ішкі бетінен эллипс тәрізді ойыс рецессус эллиптикус және сфера тәрізді ойыс рецессус сферикустан тұрады. Келесі бөліктеріне алдыңғы сүйекті жартылай дөңгелекті өзек каналис семициркулярис антериор және сол сияқты каналис семициркулярис постериор, каналис семициркулярис латералис. Жарғақты лабиринт пішіні тура сүйекті лабиринт секілді, ішінде эндолимфа сұйықтығы болады. Бөліктері: ұлулы түтік дуктус кохлеарис, біріктіруші түтік дуктус реуниенс, қапшық сакулюс, алдыңғы жартылай дөңгелекті түтік дуктус семициркулярис антериор, дуктус семициркулярис постериор, дуктус семициркулярис латералис. Ампулалар: ампула мембранациус антериор, ампула мембранациус постериор, ампула мембранациус латералис. Жатырша утрикулюс, жатыр қапшықты түтік дуктус утрикосакулярис, эндолимфатикалық түтік дуктус эндолимфатикус, эндолимфатикалық қапшық сакулюс эндолимфатикус, сонымен қатар жалпы мембраналық аяқша крус мембранациус коммуне.